Түркістандық ғалымдар ғылыми конференция өткізді. Онда туризмді дамытуды жақсартып, туристер көптеп келу үшін қандай ұтымды әдістерді пайдаланған жөн екені талқыланды. Шараға еліміздегі ғалымдардан бөлек шетелдік профессорлар да қатысты. Әр маман өз ұсынысын айтып, шетелдік тәжірибеге сүйене отырып талқыға салды. Аталған шараны ғылым күніне орай халықаралық туризм және меймандостық университеті ұйымдастырған. Астанадан келіп өз баяндамасын жасаған ғалымның бірі 45 жылдық тәжірибесі бар Орденбек Мазбаев. Ол гид қызметкерлерін даярлаудағы ерекше білім беру бағдарламасын ұсынып отыр. Егер осы тәсіл мақұлданса, кез келген шетелдік қонақтың тілін табатын білімді гидтерді дайындап шығамыз дейді. Жаңа айтылып кетті, экскурсовод дайындау мәселесі. Неге осы академия экскурсовод гид, инструкторлар дайындап, қолына беретін дипломмен қатар бірге бермеуге? Осы мәселені көтерейін деп отырмын. Өйткені экскурсовод гид дайындауда Алматыда мен білетін 3-4 мықты экскурсовод кадр бар. Олардың да жастары болса кеп қалды. Сондықтан оларды пайдалану керек, жастарды үйрету керек.